Өзге емес, өзім айтам өз жайымда, жүрегім жалынатқан сөз дайында. Өзі жайлы өмірін өлеңмен өрнектеген қазақтың талантты ақыны Қасым атамыз биыл 110 жасқа толып отыр. Бүгінгі әңгімемізде дейсіңдер ау Қасымның несі басым, Қасым солай болмаса несі Қасым, ақынмын деп қопаңдап жүргендердің әммесінен Қасымның десі басым деп ақиық ақын Мұқағали мойындаған ақын Қасым Аманжоловтың шығармашылығы жайлы болмақ. Аманжол Рақымжанның Қасымы 1911 жылы 10 қазанда Қарағанды облысының Қарқаралы ауданындағы Қызыларай қыстауында дүниеге келген. Өмірі өлеңмен өрілген ақын ата-анасынан жастай айырылып ерте есейеді. Алғашында ауыл мектебінде сауатын ашқан жас ақын 1924 жылы Семей қаласындағы интернатта білім алады. Жасынан өмір мен өлеңге құштар Қасым нар тәуекел құлаш ұрдым қиынға, қайрат шіркін алып шықса қиын ба, жығылам деп жүре алмаймын жай басып, жүгіремін киіп жарып айқасып. Бар өмірін өлеңге арнап 1935 жылы Орал қаласында театр труппасын ұйымдастырып, ең алғашқы алаулаған махаббат туралы жалынды жастық жырларын дүниеге әкелді. Өкінбен мен де бір күн өлемін деп, өкінем ұқсат алмай келемін деп, күніне 100 ойланып мұң толғанам, өзіммен бір бөлмесін өлеңім деп, деген ақын 1938 жылы тұңғыш өмір сыры өлеңдер жинағын жарыққа шығарды. 1939-40 жылдар ақынның өсу жолындағы елеулі кезең болды. Нар тәуекел, дауыл, Көкшетау, өз елім, ғашық едім қайтейін лирикалық өлеңдерімен қатар құпия қыз, бикеш поэмаларын жазды. Қасым поэзиясы домбырағының сағағынан күмбірлеп сорғалаған қоңыр күйге ұқсайды. Бұл күйден көңілінің санасы барлар әрқашанда ләззат алып, кең тыныс табады. Қаншама тыңдасаң да жалықтырмайтын өміршіл күй. Сезіміңді тереңдетіп, мейіріміңді молайтып, қиялыңа қанат қақтыратын, жаныңды шабыттандыратын Қасым поэзиясы жаңарған өмірге әр жақты жараса бермек. Сондықтан да өлімнің құшағына сыймайтын ақындардың бірі өзіміздің Қасым деп білеміз, дейді Тәкен Әлімқұлов. Ақынның майданда болған бәріміз білеміз. Қайсар Қасым жауынгерлік міндетімен қоса жыр жазуды да ұмытпады. Ақын рухының қуатты серпілісі майдан жырларына ұласып, мазмұн, тақырып, түр, ой мен сезім тереңдігі жағынан жаңа сапа тауып биік белеске көтерілді. Сарыарқа, Байкал, елге қат, үстімде сұр шинелім, сен фашистсің, мен қазақпын, Дариға сол қыз өлеңдері мен әйгілі ақын өмірі туралы аңыз поэмасы соның айғағы болса керек. Ақын майданнан жеңіспен оралғаннан кейін де достар, туған жер, домбыра, күйім тасып барады, күйім тасып өлеңдерін жазды. Дауыл, бал бөбек, нұрлы дүние жинақтарын шығарды. 1954 жылы бүгінде жұрттың көбі жатқа білетін әйгілі өзім туралы толғауын аяқтады. Өмірден ерте кеткенімен Қасымның мәңгі жасайтын асыл жырлары қалды. Сол жырлары ақын атын өлтірмейді. Қазақтың дауылпаз ақыны жайлы әңгімемді ақынға арнаған арнауыммен аяқтасам. Атыңнан айналайын қарқаралы, тудырған Қасым сынды дарақынды, тарихтың тарам-тарам соқпағында Қасым болып қас қайып бара тұрды. Оқысаң өлеңімен айтады жыр, тыңдасаң естіледі бір терең сыр, толқыны бұл өмірдің талай тұрған, ақынды жағаға кеп қайырған бір. Біреудің аспанында асыл болған, тағдырдың жойқынынан жасымаған, өртке тиген дауылдай өлеңімен найзағайдай жалт еткен жасын адам. Ежелден табиғатпен жаның бірге, сырласып ұғысқансың дауылмен де, өмірге ақын болып келгеннен соң өзіммен
өлмесін деп өлеңім деп. Сен өлмейсің, жасындай жырың барда, сен өлмейсің, дауылдай сөзің барда, атыңды жазатұғын алтын менен, артыңда қазақ деген халқың барда.